Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Арнама қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Маған аян берген өзбек ата. Бұл оқиға 1988 жылы ма, әлде 1989 жылы ма екен, есімде жоқ. Мен не екінші, не үшінші сыныпта аяқтаған жаз айында болған. Біздің ауыл Ертіс өзеніне 3 шақырым жерде орналасқан құмды ауыл еді. Көктем айында Ертіс өзені арнасынан тасып, су көтерілгенде біздің ауылдың шетіне дейін жайылатын. Оқу жылы аяқталып, каникул бастала, біз достарымызбен ауыл шетіндегі Ақсуат деп аталатын жерде күндіз-түні суға шомылатынбыз. Көзімді тырнап аша, таңғасымды шала-пұла ішемін де, әкемнің Турциядан әкеліп берген әдемі спортивкасы болған. Үстімнен тастамайтынмын. Соны киіп алып, Алмагүл, Шолпан деген құрбыларыма велосипедке отырып алып зырғытатынмын. Қайран, естен кетпес бақытты балалық шақ. Содан үшеуміз Ақсуатта судың жағасында асыр сала ойнап, суға шомыламыз. Кеш бата, тіліміз салақтап, қарнымыз ашып, үйімізге жетеміз. Кешкі асымды анамның қадағалауымен әзер ішіп алған соң, басым жастыққа тиер тиместе ұйқыға кететінмін. Күндегі өміріміз жаз бойы осылай өте беретін. Ауылымыз Ертістің жағасында орналасқандықтан, ауыл тұрғындарының күн көрісі балық аулау, мал шаруашылық еді. Күнде таңертең балық аулауға шығатын ауылымыздың бір ақсақалы бір күні менің әкеме: «Әй қайнолда, ана сенің кішкентай қызың, Өмірзақтың қызы, Жүнісбектің қызы, 1 ай болды. Таңның атысынан кештің батысына дейін судан шықпайды. Өкпелеріне суық тиіп ауырып қалмасын. Қарасаңдаршы» деп ескерткен екен. Айтқаны сол-ақ екен. Бірнеше күннен кейін үшеуміз де ауырып қалдық. Алмагүл мен Шолпан үйде жатып емделді. Ал менің ыстығым 40 градусқа дейін көтеріліп түспей қойды. Түні бойы сандырақтап ауырып шықтым. Әкем жарықтық өте балажан болатын. Менің жанымнан шықпады. Таң атысымен 40 шақырым жерде орналасқан ауылда аурухана болған. Сонда жол тарттық. 45 минутта ауруханада болдық. Жедел жәрдем бөліміне қаралып, мен ауруханаға жататын болдым. Жалғыз қалғым келмей әкеме жабысып жыладым. Дәрігер жаныма әкемнің қалуына болмайтынын айтқан сайын жылаймын. Әйтеуір әкем таныс дәрігермен сөйлесіп, сол түні менің қасымда қалатын болды. Түн ауа біреу айтқандай селк етіп оянып кетті. Бөлме іші ала көлеңке. Ақырын әкем жаққа қарасам, әкемнің төсегі бос. Қорқып кеттім. Жайлап орнымнан тұрдым да есік жаққа бет алдым. Дәлізге шықтым. Мүлгіген тыныштық. Әкемді іздеп далаға қалай шығып кеткенімді білмеймін. Аурухана ауласы жарық болғандықтан менің қорқынышым сейілді. Бір кезде жаныма өзбектің ала шапанын киген, жүзі жылы қария келді. Қайдан, қалай келгенін білмеймін. Бетіне қарап: «Ата, менің папамды көрмедіңіз бе?» дедім. Маған күлімсіреп қараған қария: «Жоқ, көрген жоқпын. Бірақ қызым, әкең ертең сенің жаныңда болсын дегені сол екен». Артымнан шыққан «Нәзкө» деген әкемнің дауысына жалт бұрылдым. «Құлыным, саям, далаға неге шығып кеткенсің?» деп әкем әлек болып жатыр. Ал мен өзбек атаны көзіммен іздеп тұрдым. Өзбек атам ғайып болды. Әкемді қатты құшақтап: «Папа, ертең менің жанымда боласың ғой» дедім. Әкем: «Әрине саям, сен жазылғанша жаныңда болам» деді. Ертеңгісі менің ыстығым тағы көтеріліп, өзімді жайсыз сезінгендіктен әкем тағы да менің жанымда қалды. Сол күні кешкісін әкем шығам деген көлік жүргізушісі жол апатына түсіп қайтыс болғанын естіпті. Қазір мен 43 жастамын. Бірақ 9 жасымда аян берген өзбек атаның бейнесі әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Әкемді аман алып қалған өзбек ата кім екен? Өсе келе әкемнің бір әңгімесінен сол ауруханада елес барын, емделушілердің мазасын алып, түні бойы дәлізде жүретінін естідім. Дегенмен біз білмейтін тылсым дүниенің бары рас па деп ойладым.